Мысалға, мына бұрыс етістіктерге назар аударайық. Бізге go сөзі қажет, go сөзінің аудармасы бару. Өткен шағы барған, бардым деп аударылатын болса, онда екінші формасы went болады бізде. Біз past simple'дың болымды түрінде go'дың орнына went'ті қолданамыз. Сол сияқты мына жерде write жазу, wrote жазған, осылай аударылады. Come келу, came келген, өткен шағы, екінші формуласы. Sleep ұйықтау болса, екінші формуласы slept ұйықтаған, яғни өткен шақта болып тұр. Енді болымды түріне мысалдар келтірейік. Егер болымды түрде бізге бұрыс етістік келетін болса, екінші формуласына қолданамыз дедік, irregular verbs. Мысалға, swim сөзін алайық. Swim сөзі бізде жүзу деп аударылады. Swim сөзі бұрыс етістік, яғни irregular verbs, оның екінші формуласы swam деп аударылып кетеді. Мысалға, мен өткен шақта айтамын. Мен жүздім. I swam болады. Сен жүздің, немесе сіз жүздіңіз, you swam. Біз жүздік, we swam. Олар жүзді, they swam. Ол жүзді деп балаға айтсақ, he swam. Ол жүзді деп қызға айтсақ, өткен шақта she swam. Немесе жануарға айтатын болсақ, мысалға, итке, it swam болады. Енді it сөзі бізде де бұрыс етістік екен. It дегеннің мағынасы жеу, жедім или жеген деп өткен шақта екінші формада айтатын болсақ, ate деп аударылады екен. Мысалға, мен жедім, I ate. Сен жедің, you ate. Біз жедік, we ate. Олар жеді, they ate. Ол жеді деп балаға айтсақ, he ate. Ол жеді деп қызға айтсақ, she ate, немесе жануарға айтатын болсақ, it ate болады. Жалпы, егер қолданатын етістігіміз past simple'да болымды түрінде бұрыс емес дұрыс етістік болатын болса, онда біз жай ғана басымызды қатырмай етістіктің соңына иде жалғауын жалғай саламыз. Бұл жерде бір ғана ереже бар. Егер де сол дұрыс етістігіміздің соңы әрібі и әрібінен бітетін болса, мысалға мына екінші сөз, invite деген сөздің соңы и әрбімен бітіп тұр. Жай ғана ди әрбіні жалғау арқылы осылай past simple'да болым түрде қолданады екенбіз. Егер етістігіміздің соңғы әріп и әрбімен бітпейтін болса, онда жай ғана иде жалғауын жалғай саламыз. Мысалға, бірінші сөзде walk деген сөз, walked, invite, invited. Енді бұл жерде сөйлемдер құрастырып көрейік болымды түріне. Walk сөзі жалпы жүру деген мағынаны білдіреді, жүргенде қалай, мысалға, аяқпен жаймен жүру. I walked, мен жүрдім. You walked, сен немесе сіз жүрдіңіз. We walked, біз жүрдік. They walked, олар жүрді. He walked, ол жүрді деп баланы меңзеп айтамыз. She walked, ол жүрді деп қызды меңзеп айтамыз. Енді invite сөзін алайық. Invite сөзі бізде аудармасы шақыру деп аударылады. Мысалға, бір жерге шақыру, өткен шақта invited болады екен. Мен шақырдым, I invited. Сен шақырдың, you invited. Біз шақырдық, we invited. Олар шақырды, they invited. Ол шақырды деп қызға айтсақ, she invited болады. Ол шақырды деп балаға айтсақ, he invited болады. Болымды түрі дәл осылай жасалады.